Hoş geldin gökten nur dökкен. Kızım, men bugün jent жасап атырмын. Jentті sen білесің бе неден жасайтынымды? Май қостым, енді қант қосам. Осының барлығын араластырсақ, қызым, жент болады. Жент біздің қазақтың ұлттық тағамы. Жент жесең ауырмайсың. Витаминдары көп. Дәрумендер өте көп тағам. Өстіп араластырып қойып, шаймен жесек болады. Қызым, сен айтшы, дастархан жасағанда ең бірінші дастарханға не қоямыз? Нанды жерге тастамау керек. Болды. Қызым, мен бүгін жент жасап атырмын. Жентті сен білесің бе неден жасайтынымды? Тарыдан жасаймыз. Тары. Мен мына жерге мүйіз қостым, май қостым, енді қант қосам. Осының барлығын араластырсақ, қызым, жент болады. Жент біздің қазақтың ұлттық тағамы. Жент жесең ауырмайсың. Витаминдары көп. Дәрумендер өте көп тағам. Қызым, сен айтшы, дастархан жасағанда ең бірінші дастарханға не қоямыз? Біздің ас атамыз. Қызым, біздің келесі қазақтың ұлттық тағамы. Бауырсақты көп жесең, қарның тоқ. Анашым, бауырсақ қатты дәмді. Бауырсақ жегенді жақсы көресің бе, Медина? Иә. Бауырсақ та біздің қазақтың ұлттық тағамы. Медина, бүгін гүлдің күтімін бір күтіп жіберейік, иә? Суын құйып, шамын сүртіп, суын сеуіп, иә, Медина? Біздің үйде гүлдер көп, иә, Медина? Гүл қарауды жақсы көресің бе? Иә. Неге гүл көп біздің үйде, білесің бе, Медина? Өйткені гүл біздің үйдің ауасын тазартады, Медина. Көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегі бөледі. Біз әсіресе кішкентай балалар таза ауамен демалу керек, қызым.